Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, хит тәтті Milka Snickers дайындайтын боламыз. Үй жағдайында өте қолжетімді. Жұмыртқаға қантты салып, әппақ көбік болғанша шайқаймыз. Жылы сүт, еріген сармайымызды да салып, тағы да араластырамыз. Оның какао соданы електен өткізіп отырып қосамыз. Бізде бір келкі қамыр шығуы керек. 180 градуста пісіріп аламыз. Milka тәттісінің кремін дайындаймыз. Барлық қоспаларды араластырып, қою крем жасаймыз. Формамыздың түбіне 2-3 қасықтан кремді жағып шығамыз. Үстіне коржымызды сеуеміз. Бетін тегістейміз, тоңазғышқа 15 минутқа жібереміз. Канажымызды дайындаймыз. Дайын канажымызды тоңазып тұрған Milka тәттісінің үстіне құямыз. Біздің тәттіміз дайын, тоңазғышта салқындатып жеуге ұсынамыз. Ас болсын.